Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Босепанға Супермакс арнасы достар. Артықтау естіп жатсаңыздар кешіріңіздер. Достар, мен жаңа ғана бір-екі қой таптым. Мен уже көп қой таптым мен. Төсек жасап алуға келеді. Бұл Let's Play'дің екінші бөлімі. Жақында жаңа видео салдым. Free Fire'дан болды. Ол бұрын шыққан видео болды. Ол кішкентай кезімде шығарғам. Соны монтаждап жібердім YouTube'ға. Менде 18 подписчик достар. Актив мүлдем түсіп кеткен. Достар, енді видеоны бастайық. Достар, жақында ПК-вам, және де сол ПК-дан, сол компьютердан, сол жаңа канал ашам. Сол кезде. Достар, мен бір настройкасын құртып алдым. Достар, енді бұл выживанияның бірінші бөлімі. Біз қазір енді төсек құру керек бізге. Төсек. Верстак жасайық. Верстак қоямыз. Сосын төсекті мына жерге қоямыз. Ұйықтап алайық енді. Күн тұр. Дәр қазір біздікіндей. Енді мына жақтан мына ағашты біз қоса ағашты жақында ағашты бұздық. Енді достар, мен кетші бар. Вообще кетшісін. Осы мен ойнап отырған версияны айтып қойын. Бұл версияның немесі версияның аты 1.9.0.0. Сондай версия. Көбісі білмейді бұл версияны. Көбісі ойнамайды. Жақтан емесеміз. Выживанияға шейдер қостым. Шейдер қостым. Достар, және де басқа шейдер ғана қостым. Басқа түкте істеген жоқпын. Өйткені менде компьютерный модтар жоқ. Себебі бұның өзі жаман шейдер. Әзірше мынандай топырақтарды жинап ап. Осы топырақты жинап ап үй салайық топырақтан әзіршеге. Сосын жаңадан үй саламыз. Ері болмаса жерден сала салайын. Таза тұр. Әзірше пещерада тұрайық. Шак. Осындай бір нәрсеге тұратын боламыз.
Короче, мен осы жерді қазып алайын. Сосын кездесеміз. Так, достар. Мен қазір түн батты, короче, достар. Түн батып кетті. Бұл выживанияда қанша бөлімге дейін болсын, достар. Сіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздер қанша десеңіздер, біз сонша, мен дегенде, біз жақында жаңа балдар қосылады. Короче, сол кезде, достар. Біз дейміз. Короче, әзіршеге осындай бір нормальный бір үй болады тұрсын. Бұл достар жетеді бізге. Короче, достар, мұна бір топырағымызды лақтыра салайық өзенге, суға, яғни осы жерге қазір есік салатын боламыз. Есік құрайық. Есік керек бізге. Мынандай есік құрайын ба? Мынандай есік құра салайын. Жарайды. Осыда жетеді. Осы нормальный есік секілді. Міне, өте керемет. Үй деп айта алмаймын. Өйткені бұл топырақтан жасалған, короче, топырақтан жасалған үй біздің ең алғашқы бөлімде осындай болады, короче. Енді мұнда артық заттарымызды салып қояйық. Мусорларды. Мынау керек болады. Короче, огород дегеніміз. Мына жаққа біреу қояйық. Мына жаққа біреу қояйық. Далаға екі қояйық. Достар, сіздерге осы выживание ұнаватса лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Ал енді біз огород жасаймыз дедік. Огород жасайық. Есік ашаш. Жау қойық. Ой, кішкене ағаш алайық. Жаңағы жинаған ағашты, яғни айтқанда, жаңағы жинаған ағашты көп қалдырайық. Достар, короче, біз огородымызды мына жерге жетіп аламыз. Мына жерге. Короче, міне ектік, мынау немене? Свекла ғой деймін. Жоқ, свекла емес. Басқа нәрсе, короче. Ой, таптап ұстадым, огородым. Ей, қой. Бірақ ұлдардан өлді ғой. Бұл қойды біз бетіп қоямыз. Үстігін қоямыз. Болды, міне. Күшті. Короче, достар, сіздерге осы видео ұнаса лайк басыңыздар. Короче, сол енді достар, лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен болған Супермакс арнасы. Пока-пока. Чао. Выживанияның екінші бөлімін қаласаңыздар, арнаға лайк басыңыздар.